Негізінде бөтен біреудің атынан садақа беру бұл исламдағы ең үлкен бонус деп айтсақ болады. Әке шешелерінің атынан дұға қылыңдар, дұға жетеді деді ғой. Мысалы біз дұға қыламыз, Роббана ғфирли уәли уәлидайна уәлил муъминина яума якумул хисаб деп. Мені кешір, менің ата-анамды кешір және барша мұсылмандарды қиямет күні кешір. Бұл нәрсемен адам баласы басқа адамдарға жақсы ойлап жүру керек деген нәрсе шығады. Сол үшін бұл жерде садақаны біреудің атынан беру міндетті түрде жетеді. Исламдағы ең бірінші үлкен бір хадис бар. Иннамал амалу бинният деп аталады. Барлық амалдар ниетке байланысты. Нені ниет етесіз, сол болады. Мысалы, біреудің атынан берсеңіз, сол адамға жетеді. Ол мүмкін ойламауы да мүмкін. Ертең қиямет күнінде сондай бір адамдар келеді, алдында үлкен сауаптар болады. Сол кезде түсінбейтін қаяқтан дегенде артыңнан қылған жақсылықтар, дұға қылады, жақсылық жасайды, құрбан шалады, Құран бағыштайды. Бұның барлығы сол адамға жетіп барады. Ол адам білмейді, өмірінде жасамаған нәрселер келеді артынан. Бұл осы исламның басқа адамға деген жақсылық ойлау, жақсылық жасау деген нәрсесі. Ал енді садақа жете ме? Міндетті түрде. Тірі адамға да, дүниеден өткен адамға да, балаға да, үлкенге де, барлығына.